алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі да қаға бойле малюмат. Еқылған тіджері меркезгерінде не олажақ? Борчуқрақ қасабасында еларының чоқ бекленілген тамері бұна не қадар пара айрылды. Кезлев Кузмев сымынде ненен мерақландыра біле. Бақчасарайда Исмаил Гаспринскийнің қатырасына ilmi оқулар. Тарихи медени мирас музейінде Қырым татар марифчысы Нешірджи ве саясетчінің 105 елығына башланған 5-ші конференция кечірілді. Тедбірде бұтын Русияның ilmi хадимлері штирак еттілер, олар зиялының умыры ве фаалиеті ақында мерақлы малюматны тариф еттілер. Бұл мевзунын девамы бозымлев қамызда. Надежда Тихонова біріншілер сырасында серджелер өгінде чықышта болуна. Бұл конференцияға екі хafta evvelsi hazırlanып башладылар. Мұрзаның мевзусы Терджиман газетасындан рус-турк монасебетлер. Нешірджінің өмір елінен ве фалиетінен бұл қадын тап университетте оқығанда мерақланып башлады. Тема потенциально интересная очень, но недоисследованная, как российскими исследователями, так и турецкими. Соответственно, новое прочтение, оно всегда добавляет какой-то новый взгляд. Бұқырым татар марифчысы вефат еткенін 105 елығына бағышлаған 5-ші конференциядыр. Тедбірге бұтын Русияден тарих ве филология хадимлері келіп еттілер. Несмотря на то, что уже прошло 105 лет, память об Исмаиле Гаспринском чтится по всему миру. То есть организовываются симпозиумы, большие международные конференции, чтения. То есть его идеи, его взгляды, его философские воззрения, они до сих пор не имеют ни временных границ, ни государственных границ. Они постоянно актуальны. Гаспринскийнің яшлығы семерелі оқып ве илері ғайлер девірідір. Марифчы бұйық тиражларнен мектеплер үшін оқып ве усулиет құламанлары нешір етеді. Алем Инисван газетасыны чықары башлады. Оның муарері қыз Шефиха Гаспринская еді. Елдан соң іше ислятчының тұрышувларнен Бақчасарайда қызлар үшін бірінші беди курслар açılды. Филология илимлер докторы профессор Исмаил Керимов ғайт еткенні кібі мұсылман қадынларына тасил берілуінің темелені қойғанларынан бірі тамам Гаспринский еді. Бүгінгі чықышны профессор айны бұл мевзуға бағышлады. Крымско-татарские женщины в помощь крымско-татарских студентов. И вот эта тема меня заинтересовала. Я набрал немало материала по этой теме. И оказалось, что вот наши женщины во время Первой мировой войны с 1914 года поняли, что очень важно, когда крымско-татарская молодежь учится в европейских университетах. Музей хадимлері айтқанына көре бір маруза яқын вақытта ilmi мақале кебе дерш етележек. Бойлеже бүтін дүния яны тешвиқатларнен танышылажақ олар пек Гаспринскийнің фалиетінен дегілде. Қырым татар марифчілігінде иштирак еткенлерінен бағлы. Елда кекере Исмаил Гаспринскийнің мезарына yüzlerce адам келе. Марифчыны тек Қырымда дегілді, бұтын түрк әлемінде қатырлайлар ве севип саялар. Эльмас Аблакимова, Севиля Меметова, Гера Абдулаев, Миллет Ичун. Ахмеджетте Крым Букфест 2019 адлы 5-ші әдеби фестиваль башланды. Белеве яқында язып башлаған шайырлер, yazıcılar, Крымның етекші нешриятларының векілері, Иджади тақымлар мили амили санатының ұсталары. Артлейха бұтын ярмадамыздан китап оқымаға севгенлеріні бірлештірді. Тантаналы ачылывда мұқбірміз Айшы Шулакова да болынды. Франкодына китапханенің кірішінде бүгін адам пек чоқ. Мұнда ачы хавада театр тәшкіл етілді. Тамам бойле саналаштырмадан сон Крым Букфест 2019 адлы 5-ші әдеби фестиваль башлана. Яш артистлердің аддеттен тыш саналаштырылуы. Өсмірлер ойын вастасынен серджелерге земаневи жемаатын меселелері ақында тариф етелер. Яшларымызны смартфонлар ве планшетлерден четлештірмек тешкілячыларының мақсады будыр. Чем больше ребенок будет читать,
держать в руках книгу, перелистывать страницы, возвращаться к чему-то самому интересному, тем более наполненной будет его душа, тем полноценнее будет гражданин. Уникаль эдеби фестиваль энди 5-нче кере юзлерче китап авескерларны бирлештирди. Булейханын рахбетлиги ел-елдан арта. Крымбукфестте зиярətчилер эм окув залга, эм китап тюкянына, эм де eglenчелер бакчасынан далдылар. Фестивальнын эсас эдеби мейданында зиярətчилерни яны китаплар ве мираклы адамларнен көрүшүвлер беклей. 6 ижади мейдан чалыша. Белли ве якында язып башлаган шаирлер, yazıcılar, Кырымда етекчи нешриятларнын векилери, ижади коллективлер, эбру ве ресамчылык боюнча мастер-класслар, чөлмекчилик ве демирчилик боюнча интерактив зоналар яратылды. Попробуйте блинчики с медом. Классиклер эсерлеринде олганы кыбы зияфетлер. Фестиваль мусафирлерини библиокавеханесы более каршылай. Сделали подборку литературы, в которой были представлены рецепты, которые ели герои этих произведений. Толстойнын «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» адлы повесть масалындан жалланган караманлар фестивальге айры бір тюз бере. Амма Ахмешит район китапханесынын хадимлері классик эсерге өз денешмелеріні көрсеттілер. Я веселый библиотекарь. Вас приветствую, друзья. Бу есе Пушкин адына Бахчысарай меркези район китапханесынын гуруру. Мобиль информацион комплекс. Халк арасында оны көпчеклер устунда китапхане деп адлайлар. Библиобус техниканен донатылган, интернет ве мультимедиа аппаратурасы бар. Ади эдебияттан гайры көзлері заиф көрген ве кулаклары заиф эшиткенлер үчүн брайль китаплары бар. На данный момент мы обслуживаем 42 населенных пункта Бахчисарайского района. Обслуживаем как детей, так и взрослое население. Валерий Гаевский фанданга адлы клубнын мудиры. Ярмалыкта Кырым муэллифлеринин 20-ге якын китабы тагдым этилди. Атта хайли эдебият севгенлер үчүн мejmua бар. Здесь мы встречаемся с нашими друзьями, здесь мы реализуем свои проекты, рекламируем их. Фестивальнын экинчи күнү демираклы олажак. Амилей сөзлүү санат усталарынын сергасы китапхане бинасындаки беди экспозициялар ве мастер-класслар өз ишини девам этежек. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Милет үчүн. Ахмездетте тамир етілген салғыр бойында бұранжы юз әлі фенерні ерлештірділер. Емде тротуар плиткасы ерлештірілігі, бетон плиталары боялануы ве чөйін қоралар деніштірілігі бойынша ішлер девам ете. Умумен салғыр территориясының реконструкциясына 600 миллион рубль айрылды. Бұл ішлер насыл басамақ таулған ақында невбетте келіп қамас. Парлах фенерлер ве ярық сұқақылар Ахмеджеттеки салғыр бойында 150 фенер яқылды. Ишчелер мында сабадан ақшамға чалышалар, бір күнде олар 35 фенер ерлештірелер. Салғыр территориясының реконструкциясы тап майыс айының сонында башланды. Мында тышқы ярықлану ве кабель канализация системасы қойылды. Фенерлер өзеннің эсас қысымларында ерлештірілді. Бушмитта соқақындан эбеди атышке же сентябрь сонына же 700 фенер асылажақ. Кум, цемент ве теремелер. Ярықлану ішлерінен берабер тротуар плиткасы тошеле. Енді 15 километр азыр, да ярысы қалды. Қарарнен 10 километр чойын қоралар яныланды. Енді қавсызлық ақта қасивет етмемек мүмкін. Өзен темізленген вақыт мында 60 тонна чөплік чықарылды. Тыш қызметші айтқанына көре шымды ішчелер кичік салғырыны темізлеп башладылар. Бұндан ғайры 35 көпірнің эпосыны темір әттілер. Оларының қораларыны толу шекілді дыныштырдылер. Ветайғалаққа қаршы қаплама тушеділер. Основная масса 32 моста, они в отличном состоянии. Мы просто-напросто их зачистили. Там, где арматура проступила, антикоррозийной краской покрасили. Отшпаклевали их специальным составом водозащитным. И гидроизоляцию сделали, и покрасим их. А аварийные мосты там полностью было заменена все разрушенные конструкции. Допустим, мост возле главпочтампа при демонтаже там 3 плиты просто поломалось у нас в руках. То есть он был реально в аварийном состоянии. Сейчас там залита полностью новая монолитная плита, можно безопасно по ним ходить. Тыш қызметші айтқанына көре пияделер қатнаған эпосы көпірлер енді да 40 жылға даянажақлар. Енді бұл салғыр өзденінің дөлбер ве қави илваны олып қызмет етежек.
Работы в основном закончили, остались мелочи. Ну вот сейчас тут землю досыпают, возле поребриков убирают, подрезку делают. Ну, остались мелочи и работа над качеством. Салгыр бойларының реконструкциясына қарарнен 6 миллион рублей айрылды. Абыданлаштырылу бойынша бутун иш ноябрьнің сонында екінленежек. Судания Истакаева, Севиля Меметова, Аким Бекиров, Герай Абдуллаев, Миллет Ичун. Ахмеджете көп тижари мерkezінің еқылығы девам етмекте. Оның құруджилығыны қанунсыз деп таныдылар. Не вақыт демонтаж бұтынле екінленежегі ве Куйбышев базарының янында территория насыл абаданлаштырылажағы қында Султания Истакаева сұраштырды. Құруджилық техника гүрілтісі тозве 3 метрлік қора Куйбышев мейданында изінсіз құрылған бинаны еқалар. Мұнда әркөн иш қайнай. Құруджилар деварларыны еқалар, вечоплюкны бірден чықаралар. Объекті 5 нұсқа ағыр техника ве 20-ге яқын ішче чалыша. На объекте работает из тяжелой техники это кран, работает экскаватор, работает мини-техника, которую подняли на верхние этажи для разбора несущих конструкций. Но также работают машины для вывоза мусора постоянно. Все идет, в принципе, по плану. Купны тап 2015 сене екмаға істеділер. Аматек бу сене бина изінсіз құрылған деп танылды ве махкеме демонтаж етмек кереклігі қарарыны чықарды. Объектің сайыбы ішбірліктен ред етті. Шу себептен ona içbір түрлі тазминат ве альтернатив топрақ дамыртасы берілмейдек. Бина бозулығына 2 hafta вақыт керек. Да 10 күн құруджилық мальземелер чықарылмақ үшін. Ишлер біткен сон бинанын ерінде раатлану зонасы абыдынлаштырылажақ. Қалдырым плитка тошылежек, скемлелер ве чечекликлер ерлештірілежек. Шымды шер мемориеті дизайн лейхасы бойынша чалыша. Абаданлаштыру флейханы біз ашық майып азырлажақмыз. Бөле қарар чықарылды. Эпсі мейдан инсанлар үшін оңайтлы олмақ керек. Юқовдан сон қаплама япылажақ. Қышның қапламанен кечірежекміз. Барды есе яны бюджеттен мейдан абаданлаштыруына қайтайжақмыз. Тижари меркез еқылығы себебінден Тренева соқағында Франко бульвардан Кирова жаддесіне қадар нақлиет әрекеті сынырланды. Қайдетмек керекміз, бұл сененің сонына же Қырымда да онға яқын қанунсыз құруджилық иқылажақ. Султания Истакаева, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Крым спорт адлы идман меркезі 2020 ел күзде açılacak. Бақта спорт везірі Ольга Тарубарова хабаратта. Спорт залының реконструкциясы 2016 сенесінден берле алып барыла. Бұл себептен Қырымлы гимнаст қызлар чешіт мейданларда çalışmaға мечбор еділер. Заларның чоқысы гимнастика стандартларына келешме еді. Бұл меселенен спортчылар Жұмхурет реберлеріне мұражат еттілер. Веларға локомотивде зал айрылды. Мы стали прорабатывать вопрос о альтернативах занятий для наших художественных гимнасток, чтобы тренировочный процесс не был остановлен, о чем было доложено главе республики, руководству республики, и мы стали искать ту самую альтернативу. В результате Центр спортивной подготовки сборных команд «Локомотив» полностью освободил свой зал для того, чтобы в случае, то, что в результате наши опасения подтвердились, произошло, наши гимнастки, это единственное помещение, которое есть в республиканском ведомстве Министерства спорта, которое располагает теми необходимыми техническими параметрами. Речь идет о высоте потолка, там потолок практически 8 метров. Ярым миллион рублелік пара жаза яда 3 yıllık hapsetілів. Endiden Rusya Federatsiyası Cinay Kodeksinin 322 ve 3 maddesine binaen çetil ve gражданлығы olmağan adamlarının saxte kaydetken yada işke kabul etkenler memuri mesuliyetlikten gayrı cinay mesuliyetlikке celp etilecekler. Kanun bozgan kişi da 3 yılga mecburi işnen oğraşacak ama o haqiqatqa yardım etse qabatından azat etilebilir. Қырым полис хадимлері учбенге яқын трамадол илячының апларыны чекап алдылар. Бұл 22 яшлық ярцекеннің машинасында тапылған шейлер. Анда умумен ясақ етілген илячының 200-ден зияде құтысы бар еді. Иляч зерлі деп сайлат, тіби бақывның нетіжелері бойынша яш инсан озу наркотиклерінен қоланмағаны белі олды. Шымды Қырым полислері тарафындан жинай іш açılды, яқыланған 8 ел омырны апсте кечере біле. Мужчина подозревается в покушении на сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере.
Следственным отделом УМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судақта 63 яшлы әркіші қаядан тұшты. Туневан сатучты құртару қызметіне қая топесінден адам еқылған ақта хабер келді. Бұл ерге келіп еткен мутихасыслар араштыруларыны башладылар. Әркішіні тар ерден чықармақның чәрісі олмағаны себебінден да 4 құртарыжы желпетілді. Қаяға тұрмашық донытмалары ярдымынен адамның олысыны тақлие етіп, полис қадемлеріне теслим еттілер. Борчоқрақ микрорайонында yollar тamiratına 250 milyondan ziyade рубль айырылды. Мелевше соқағында экскаваторлар енді топырақның ост қатыны алдылар. Бүгін енді чақыл төшілі башланды. Реконструкциядан евел адамлар оз күчлерінен грейдер машиналарыны тұтып, yollarını тегізлемеге мечбур еділер. Құружилық насыл басамақта олғанақта Мұхаммеди Киреев тариф ете. Али Раджапов енді үч күн девамында оларының соқағында тамир ішлері башланғанына ишанмай. Мелевше соқағы 30 ел тамир етілмеді. Капитал ішлер япылмаздан әвел сәкенлер өз күчлерінен машина тұтып, yolны тегізлейділер. Башқа ерлерден көчірілген асфальт кетіріп төкейділер. Впечатлений много. Мы живем здесь с 1992 года. И с тех пор мы такие трудности пережили с этой дорогой. Приходилось завозить сюда строительный мусор. Что только не приходилось делать, чтобы как-то заехать домой. Бывало такое, что машину оставляли возле больницы и пешком шли до дома. Бүгінгі күнде екі соғақта капитал ішлер алып барыла. Бұл мелевше ве ешіл ада соғақлары. Құружилық, хавсызлық ве кейфетлі yollar адлы программа бойынша алып барыла. Ишлерге федераль бюджеттен 10 миллиондан зияде рубль айырылды. Работа выполняется по титулу капитального ремонта. Предусмотрены выполнение до 20 октября, грубо говоря, до конца октября этого года. Полностью идет замена основания, усиление подушки, 2-метровые комфортные тротуары для того, чтобы добраться до детского садика. Ondan ziyade техника нұсқасы Мелевше ве Ешіляда соғақларында çalışа. Игорь Гнездилов 40 тонналық экскаваторны 10 жылдан зияде айдайықы 1000 сенеден берлі Қырым yollarını тамирлей. Карьерлерде çalışа, чақыл ведзегер мальземелер чықарулывынен оғыраша. Моя профессия, она со школы еще только начала до сих пор. До этого где работали? Или сразу вот сели за руль экскаватора? Сначала учиться для этого надо, а потом на более сначала маленькой технике, а теперь как бы на большой работа. Борчоқрақ микрорайонының Селсебел соғағында ичбір вақыт yol yok еді. Мұнда атта язда гольчиклер хурмай. Руслан Арифджанов 20 жылдан берлі Селби соғағында яшай. Ел ерлі сакенлер өз параларына yolны тегізлемеге ве гольчиклерні чақылнен толдырмаға тырышалар. У всех терпение кончилось завозить это все. Немалая сумма выходила на каждого. И по 10 тысяч, по 15 тысяч на каждого скидывались на этот щебень. Все, теперь она вообще все больше и больше, глубже и глубже. Скоро и на машине уже не проедем. Мало того, что дети идут в школу, мы сами, сколько раз я сам лично падал в эту лужу. Борчоқрақ қасабасының сакенлері ишаналар, оларының соқақларында да яқын вақытта ич олмадым чақыл түшілежек. Мұхаммед Зикиреев, Рафаэль Вахидов, Милет үшін. Жанлы мирас. Санкт-Петербург шерінде Қырым татар музейінің циргысы açılды. Русия этнографик музейінде милисуслы санатының 200-ден зияде есары тақдим етілді. Бұнағыш, бақыр, керамик сауытлары ве ағач теріден ясалған мақсулатлардар. Оз ішлеріні қарарнен 70 земаневе ұста тақдим етті. Бұндан ғайры сергіге 19-20 асырларының есірлері көстерілді. Олар Русия этнографик музейінің фондларында сақлайды. Қырым татары милисуслы санаты уникальдары ойармадада асырлар девамында шекленген мирастар. Қырым татар музейінің мудиры София Именова айтқанына көре, бөле сергілер халқымызның милименлігіні сақламаға ярдым ете. Русия этнографик музейінің пек чоқ инсан аслыда зиярет ете. Тек ватандашлар деген ве чет мемлекетлерден де пек чоқ мұсафирлер анда келіп бақалар. Ве умут етеміз біздің сергімізінде әркезіні айретте қалдырыр.
Сергі кечірілівіне Девлет Думаме бұсы Руслан Балбек әмде Русия Федерациясы ве Қырымның Мединет везірлігі қол тұта. О сентябрінің 6-сында açılды. Бұр ай девамында шәрнің сәкенлері ве мұсафырлері Қырым ұсталарының ішлеріні көре білелер. Қырымда елінің башындан берлі 6 миллион турист ратланды. Шыфахане курорт ве туризм бойынша Девлет Шуранын комитетінің деятқанларына көре, көзінің боранжы айларында туристик ақым 8,5 миллионға же артажақ. Қырымның ғарби ялысында көз айлары, яғни қадифе мевсім насыл кечкен ақында невбеті келіп қамыз. Малый Иерусалим адлы туристик маршрут экскурсияны Павел Хорошко Гезлев, яғни Одун базар қапысындан башлай. Бұрынжы экскурсияны та 5 сыныфта оқығанда кечіргенні қатырлай. О вақыт гид олмағаны себебінден 40 туристен берабер чатырдаға көтерілді. Павел айта ки Малый Иерусалим маршруты 12 ел евелсе тамам Гезлев қапысындан башланды. Это крепостные ворота, древние, но теперь никто не воюет. На первом этаже мы слышим запах кофе. Здесь обжаривают кофе, здесь экспресс-кофе, но кофе по-восточному готовится. Малый Иерусалим Израиль пайтақтында бағышланы падландырылды. Кезлевде бір квартал ерде уч дүнияда деніне айт объект ерлеше. Бу ал Малый Иерусалим маршруты Қырымның ең мерақлы маршрутлары жедвеліне кірсете. Их называли по-разному. Волшебники, факиры, колдуны, мистики. Дервишлер текиесі маршрутның невбеттеки басамағы. Айланған дервишлерінің, яғни мұсылман фельсифеджелерінің қадеми текиесідір. Дервишлер еді сатқа жайлана біледілер. Олар оң қолыны көтере, сол қолыны есе ашаға түшейділер. Бұ демек юқарыдан берілгенні қабул етмек ве оны яқынларға теслим етмектір. Это уникальнейший объект, такие дервиши. Аналогов ему на постсоветском пространстве абсолютно нет. В мире из известных нам подобных только два. Вот это Кония, Турция и Египет, Каир. Алимлер айтқанына көре бинаның яшы 15-ші асырдан башлана. Бұндан яш дегіл. Екі қатлы бинадан ғайры дини комплекске кічік жами ве сабық дини мектеп, яғни медресе кіре. Вот это наши художники. Так видит наш город в образах. И они первыми в истории человечества нанесли на магнит рисунок. Мир открыт. И, к счастью, во всем мире теперь появились живописные магнитики. Ну, сейчас разные там моменты, но это наша разработка города, и они специально не запатентовали. Бұтын маршрут бойы қатыра бақшышлар сатылған түкенчіқлар ерлеше. Анда Дүлбер шерінің манзараларының магнитлер сатыла. Бұ кварталда ерше евлерінің диварлары ве араба қапулары, балкон ве кемерлері ескі түсте безетілген. Акимиет векелерінің бойле тұрышуларыны медальнен қайт етілер. Конкретно на фреске что изображено? Это пресс Николая II, 16 мая 16 года. Дінлер ве милетлер қаршмасы Малый Иерусалим маршруты бұ сене 13 елғыны ғайт ете. Ама оны бірінжелер сырасында Николай II зиярет еткенеді. Ресамлар император Келеовның фрескада тасвир етелер. Он же посетил все объекты Малого Иерусалима, кроме крепостных ворот. Там проехал в автомобиль. Яқын вақыттан берлі сасық Сиваш гөліндеке ақушылар кезлевнің яны туристик объект олды. Көз мевсемінде да ақушылар кейік папелер ве дигер көчүжі. Құшылар учып кетмезден евел оларнен фото чекмек мүмкін. Онлар же туристлер бөлі имкияны қачырмайлар. Они щипаются немножко. Не неприятно, просто так. Страшно. Мы из Севастополя. Именно сюда ехали? Ну, мы ехали по делам, да, и вот знали целенаправленно, то, что здесь хотели показать ребенку лебедей. Қырымда қадифе мевсемінде ава аререті ве хош курортларда адамларының сайысы яздаки кебет чоқ дегіл. Қырымның тарихи медени мирасында далмақ үшін бұл келішіклі вақыттыр. Эльмаса Блакимова, Руслан Минаев, Виталий Голубев, Миллет үшін. Алтын веттунч. Қырым сәкені Виктория Сафонова масат теннисі бойынша Русия жима тақымның теркібінде Чехияда кечкен турнирде мукафатлар қазанды. Шақси зачылта қыз бұрынжы ерге чықып, алтын медальға найл олды. Тақымда яғни Елена Литвиненконен чефлекте тунч мукафат қазанды. Умумен беден имканлары сынырлы олған спортчылар арасында кечкен Чех Open адлы 14-ші қалқара ярышларда Русия спортчылары 2 алтын, 3 күміш ве 8 тунч медаль қазандылар. Шымдықыда қаға бұл хаберлерінің епсіді бір қачдықадан сон Крымский консенсус адлы программаны қачырмана студияда сыз үшін Фатиме Сейдаметова çalıştı. Хайырлы ақшамлар.